Ассаламу алейкум. Тәспе жасаймыз. Ол үшін осы видеода көрсетілген заттардың барлығын мұқият қарап, толықтай алып алыңыздар. Қайшы және кошачий глаз деп аталатын жасыл түсті тас, осындай майда моншақтар, темір моншақтар, сонымен қатар осындай фурнитурадан 10 немесе 12 штук қажет. Өзіңіздің пайдаланғаныңызға қарай, аралығына, орталығына кіргізетін осындай темір 2 моншақ қажет. Осы екі эмблеманың біреуін пайдалансаңыз болады. Және де ортасынан астыңғы жағынан кіргізетін осындай фурнитура, әртүрлі адамның есіміне байланысты әріптер, жасыл түсті кисточка және оның бас жағына кіргізетін осындай фурнитура қажет. Сонымен қатар қалыңдығы 1 мм болатын осындай тастай резинке қажет. Және де жіңішкелігі 0,35 немесе 0,25 болатын осындай созылмайтын жіп қажет. Бұл менде 0,25 қателеспесем, сіздерге көрсету үшін осы 0,35-ті пайдаландым. Осындай коробка қажет. Ең алдымен осы жасыл түсті тасты 3 бөлікке бөліп аламыз. 11, 11, 11, яғни 33 тасты 3 бөлікке бөлеміз. Оны резинкеге тізіп шығатын боламыз. Ең алдымен осы фурнитураны міндетті түрде резинкеден үлкен жағын өткіземіз. Астыңғы жағы төмен қарап тұратындай етіп. Және осы фурнитураны көрсетілген бағытта кіргіземіз. Осыдан кейін алғашқы 11 түсті тасымызды жасыл және де аралығына майда моншақтардан өткізе отырып, осы 11 тасты тізіп шығамыз. Алғашқы 11 тасты резинкеге тізіп шықтық. Енді осы фурнитураларды орталығында тұратынын орнатамыз. Бастапқыда көрсеткен 2 темір моншақтың алғашқысы осы бірінші 11 тасты тізіп шыққаннан кейін өткізіледі. Мұқият болыңыздар. Және осы фурнитураны көрсетілген бағытта резинкеден өткізіп, екінші 11 тасты үлкен, кіші етіп тізіп шығамыз. Барлығы 22 тасты тіздік. Енді келесі фурнитураларды орнатамыз. Екінші темір моншақты осы тұста өткіземіз. Және де әдеттегідей фурнитураны өткіземіз де үшінші 11 тасты, яғни 33 етіп тізіп шығамыз. Ең соңында осындай фурнитураны өткізуді ұмытпаңыздар. Барлығы 33 тасты тізіп шықтық. Енді резинкені видеода көрсетілгендей етіп, мықтап байлаймыз, сөгіліп кетпес үшін. Мінекей қараңыздар. 2 рет байладық. Және де сол астыңғы үстіңгі байланған жіптің екеуін бірге ұстай отырып, жақсылап тартамыз. Осылай 2-3 қайтара байлап, керек жерінен қайшымен қиып аламыз.
Ал енді кисточкамызды тәспеге байланыстыратын боламыз. Ол үшін созылмайтын осындай жіптен инені өткіземіз де керегінше қиып алып, оны кисточканың бас жағындағы түйіннің ортасынан өткізетін боламыз. Инемен мұқият қарап отырып өткіземіз, және де сол өткізілген жіптің бастарын бір-біріне теңестіріп, екі қайтара мықтап байлаймыз. Шешіліп кетпейтіндей болуы қажет. Енді осы фурнитурадан жіпті ортасынан өткізіп, қаттырақ тартамыз. Сол тұста біздің кисточкамыз жалпақ болып, әдемі өзінің формасын сақтап тұрады. Ал енді жоғарғы бөлігіне видеода көрсетілгендей етіп, сәнді болуы үшін осындай фурнитураларды қатарынан тізіп жасап шығамыз. Мен осы жарты ай секілді эмблеманы пайдаландым, және де оның жұлдызша тұрған төменгі жағынан жіпті өткізіп, сөгіліп кетпейтіндей етіп мықтап байлаймыз. Және де жіптің керек емес бөлігін қайшымен мұқият қиямыз. Жоғарғы жағынан, яғни тәспінің астыңғы жағынан, кисточканың жоғарғы жағынан адамның есімі жазылатын тұсты жасайтын боламыз. Ол үшін осындай жіпті керегінше мөлшерде қиып аламыз. Тастарды, фурнитураларды тізіп шығамыз. Адамның есімін төмен қаратқанда анық оқылатындай етіп, яғни әріптердің орны алмасып, бір әріп жоғары қарап, бір әріп төмен қарап тұрмасы үшін алдын ала адамның есімін жіпке тізетіндей етіп орналастырып алыңыз. Мұқият шатаспаңыздар. Және де осы әріптерді жіпке тізіп шығып, кисточкамен бір-бірін жалғастырамыз. Осы тұста айта кететін жайт, тәспінің екі түрі болады. Біреуі есіммен, екіншісі есімсіз. Бұл бізде Анар деген адамның есімі жазылған тәспі. Ал егер есімсіз жасайтын болсаңыз, осы жіптің байланған тұсынан қараңыздар мұқият. Сөгеміз қайтадан. Адамның есімін алып тастаймыз. Бастапқы бір жасыл түсті моншақтан кейін кисточканың, яғни ай секілді эмблеманың үстіңгі жағынан жіпті өткізіп, сол тұстан мұқият байлап, керек емес жіпті қиып тастаймыз. Сол кезде бізде есімсіз тәспі пайда болады. Осымен біздің тәспіміз дайын болды. Оны сәндік қорапқа салып, кез келген өзіңіз қалаған жақындарыңызға сыйлыққа тартсаңыз, ең таптырмайтын қымбат сыйлықтардың бірі. Сау болыңыздар.